ежелгі Маңғыстау ғаламшарына қош келдіңіздер. Қазір осындағы ғажайып көріністерге куә боласыздар. Соңымнан еріңіздер. Қане батылырақ. Бұл Бозжыра планетасы. Мұнда туристердің назарына түсетін көріністер олардың ақылға сыймайтындығымен және шындыққа сәйкес келмейтіндігімен таң қалдырады. Ол өзінің ауқымдылығымен ерекшеленеді және ұзақ уақыт бойы есте сақталады. Мұндағы таңбалы тастардың биіктігі 250 метрге дейін жетеді. Бозжыра облыс орталығы Ақтау қаласынан 300 шақырым жерде, Үстірт қыратының аумағында орналасқан. Ежелгі уақытта бұл жерлер орасан зор Тетис мұхитының түбі болған. Сондықтан қазір мұнда тасқа айналған ұлу қабыршақтарын, кейде тіпті ежелде өмір сүрген акула мегалодонның тістерін табуға болады. Ежелгі мұхиттың орнында әктас шеттері мен каньондар пайда болды. Содан кейін мыңдаған жылдар бойы табиғат күштері олардың қазіргі пішіндерін қалыптастыруға белсенді қатысты. Алдымен су, содан кейін күн мен жел. Бозжыра бұл тек Маңғыстау облысының ғана емес, жалпы Қазақстанның визит картасы. Үстірттің тағы бір ерекше жері Тұзбайыр соры. Ол қардай аппақ жартастармен қоршалған, мұнда туристің назарына сайлар мен арналармен кесілген, бағаналардың шексіз қатарларынан құралған бор таңбалы тастар жартастар ашады. Сордың бетімен жүруге болады. Кейде Тұзбайыр суға батып, жан-жақты үлкен айна сияқты көрсете бастайды. Бұл керемет әдемі көрініс. Ал бұл жер Ыбықты сай. Ол тау ешкі сайы мағынаны білдіреді. Кеуекті шоколадқа ұқсайды, солай емес пе? Миллиондаған жылдар бойы кедергілерді жеңіп, өзен ағындары аңғарлар мен шатқалдарды қалыптастырды. Уақыт өте келе олар таяз болып, керемет табиғи нысандарды, каньондарды жасады. Ал жел мен жауын шашын Ыбықты сайға біз бүгін көре алатын келбетін берді. Бұл келбетті көруге мыңдаған туристер келеді. Өйткені ол тіпті ең талғампаз туристі де қуанталады. Ақтау жас әрі қарқынды дамып келе жатқан қала. Бұл серуендеу, демалып достармен кездескім келіп тұратын қала. Каспий теңізі жер бетіндегі ең үлкен тұйық су айдыны. Оны көлеміне, шығу тегіне, тереңдігіне және тұздылығына байланысты теңізге де жатқызуға болады. Теңіз жағалауы ақтаулықтар мен қала қонақтарының сүйікті орны. Бүкіл жағалау қала тұрғындары үшін тартымды орын. Әсіресе кешкі уақытта адамдар Каспий теңізіне баяу батып бара жатқан таң ғажайып түрлі түсті және әдемі күннің батуын тамашалауға жиналады. Жаяу жүру аймағының жалғасы бұл келушілерге керемет әсер беретін әдемі жартасты соқпақ. Жағалаудың өзі жартасты және тік, одан әдемі теңіздің панорамасы ашылады. Маңғыстаудың бүкіл әлемде табынушылары жетерлік. Мұнда көптеген шетелдіктер келеді. Әрине, қазақстандықтар да бар. Өйткені елден шықпай-ақ басқа ғаламшарды көру мүмкіндігі бұл әрине керемет емес пе? Мен бұл өлкеге шынайы ғашық болдым және сіздерді өз басымнан өткен тамаша күйді сезінуге шақырамын. Мұндай ғажайыпты әлі көрмедіңіз.